Сәлеметсіздер ме менің сүйікті көрермендерім? Бүгін сіздермен өте жұмсақ, тез жасалатын, өте дәмді рулет жасайтын боламыз. Ал енді оған керек ингредиенттер 5 жұмыртқа, қант, сұйық май, сүт, ұн, кішкене доз, сосын разрыхлитель қопсытқыш. Ал жұмыртқамыз жуылған, осыны сарысы мен ағын айырамыз. Ал енді осыны жақсылап взбивать ететін боламыз. Енді осыған 2,5 қасық ас қасықпен қант қосасыздар. 1, 2, 2,5. Енді тағы да араластырамыз. Жұмыртқаның сарысы осындай болу керек. Осындай ағарып, осылай кішкене қатқанша взбивать етесіздер. Міне енді болды. Жұмыртқамыздың ағын араластырамыз жақсылап. Осыған ас қасықпен 3,5 қасық қантты бөліп, 3-ке бөліп салатын боламыз. Жұмыртқамыздың ағы осындай болу керек, міне. Сол кезде ғана болады. Мен сіздерден кешірім сұраймын, жұмыртқаның сарысын араластырғанда мана кішкентай ғана шым-шым тұз салу керек тұғын. Мен соны ұмытып кеттім, сіздер ұмытпай салыңыздар. Міндетті түрде. Жұмыртқаның сарысынан кейін тұз салып, содан кейін барып араластырасыздар. Ал енді жаңағы жылтөгімізді осының үстіне ақырындап саламыз. Енді осыны ақырындап қатты араластырмаңыздар, ақырын біркелкі болғанша араластырамыз. Астынан алып, сосын жоғарыға көтеріп. Араластыр болды. Енді 5 ас қасық ұн мен 2 грамм қопсытқыш разрыхлитель саламыз. 1, 2, енді разрыхлителімізді қосамыз. Енді үшіншісін 3, 4, 5. Енді ақырындап араластырасыздар. Ұнымыз көрінбей қалу керек ішінде. Сол кезде бұл дайын деген сөз несі араласқаны. 2,5 қасық сұйық май ас қасықпен. 1, 2 и жарты. Енді осыған сүт. Тоже 2,5 қасық. 1, 2, жарым. Сұйық майымыз бен қантымызға азғантайша дайындалған тестіміздан алып саламыз. Ақырындап араластырып аламыз. Дайын болды. Енді осыны жаңаға қамырымыздың үстіне салып араластырамыз. Бұндай төменнен жоғары аламыз. Тегістелді. Енді ақырындап сілкіп жіберіңіздер. Ішіндегі ауасы шығады, сосын кішкене үзеді. Алдын ала 170 градуста қыздырылған пешімізге 30 минутқа саламыз.
рулетіміздің арасына салатын начинкамызды дайындаймыз. Оған бізге 350 грамм қою осындай қатты качественный сгущенка керек. Сосын оған кішкене сіңімді болсын деп жаңа рулетімізге бір ас қасық қаймақ салып жіберулеріңізге болады. Салмасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, бірақ мен саламын. Джемді арасына джем жағуға болады. Енді өздеріңіз не жаққыларыңыз келеді, соны сала беруге болады. Тестіміз дайын болды. 20 минутта, 30 минут керек, 20 минутта дайын болды. Енді осының үстіне қағазымызды жауып, жағын аударып аламыз. Жан жағын жүйітіп аламыз. Өте жұмсақ. Осы тестімізді ораған кезінде іші тығыз болу үшін, сынбас үшін жақ шетінен астынан шығармаңыздар, шамалап қана осылай кішкентай ғана көп етпеңіздер. Үш жерден ақырындап қана болды осылай. Енді арасына начинкамызды жағамыз. Міне дайын болды, жаңа көрсетіп қам мінекей. Өте күшті кереметіне қараңыздар. Бір келкі болған шараласты, енді осыны. Піскен тестіміз ыстық емес, жай ғана жылы. Енді осыны ақырындап бүкіл үстінің бәріне жағып шығамыз. Арасына начинкамыз жағып болды, енді ақырындап ораймыз. Тығыз қылып ораймыз. Ал енді мінекей орадық, домалатып қойдық, енді осыны сүлгіге де орап қоюға болады. Осылайда холодильникке бір 15-20 минутқа қоя тұрамыз. Міне рулетімізді салқын жерден алып келдік. Міне қараңыздар, қандай керемет, былқылдап тұр, прямо күшті. Біз енді осыны кішкене әдемі болсын, сәнді болсын деп бетін еріткен шоколадпен әрлейміз. Ал енді дәмін көрейік. Бисмилла. Жұмсағын-ай. Бисмилла, ұстауға да аяйсың. Жағынан келсеңші, күшті болып тұр, прям бүкіл жері. Бисмиллахиррахманиррахим. Ой, жұмсақ. Некий. Өте керемет. Магазиннің рулеті отдыхает. Кімнің рулеті дегендеріңіз жай қалады ғой. Бисмилlah. Мына шай ішу керек. Өте дәмді, өте керемет. Жұмсақ, прямо көрсеңіздер, мынаны жесеңіздер ғашық боласыздар. Осы менің рецептіммен жасаңыздар, міндетті түрде керемет көрсеңіздер. Ал құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге жасаған рулетіміз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді түрінен көрініп тұр. Жасаңыздар, оңай және тез. Подписка жасап кеттіңіздер, лайк басыңыздар. Қоңыраушаны басуға ұмытып кетпеңіздер. Қош сау болыңыздар.